Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін біз сенімен математика сабағында екі таңбалы сандарды қосу және азайтуды үйренеміз. Мына жерде Жанар мен Айдос есеп шығарыпты. Қалай шығарғанын тексеріп көрейік. Жанардың есебінде 27 қосылған 3 тең 30 дейді. Айдостың есебінде 30 азайту 3 тең 27 дейді. Ал енді осы есепті баған түрінде қалай шығаруға болатынын қарап көрейік. 27 қосу 3-ті баған түрінде жазамыз. Біз білеміз, баған бойынша жазған кезде бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына жазамыз. 27 дегенде 7 бірлік, 2 ондық бар. 3 санында тек қана 3 бірлік бар. Демек, 7 бірліктің астына 3-ті жазамыз. 7 бірлік қосылған 3 бірлік болады 10. 10-ның нөлін жазамызда 1 ондығын ойымызға сақтап қоямыз. 2 және жаңағы ойдағы 1 ондықпен 3 болады. Сонда жауабы, Жанардың жауабы 30, демек дұрыс шығарған екен. Енді Айдостың есебіне назар аударамыз. 30 азайту 3. 30 санында 0 бірлік және 3 ондық бар. Ал 3 санында тек қана 3 бірлік бар. Демек, жаңағы 0 бірліктен 3 бірлік алынбайды. Сол себепті жанындағы 3-тің 1 ондығын аламыз. Сонда 10 болады. 10-нан 3-ті азайтқанда 7 болады. Қалған жаңағы 3-тің 1 ондығын беріп қойдық. Демек 2 қалады. Сонда Айдостың жауабы дұрыс екен. Енді 46 қосылған 14 санын баған түрінде есептеп көрейік. 46 санында 6 бірлік 4 ондық. 14 санында 4 бірлік 1 ондық бар екен. Енді ондықты ондықтың астына, бірлікті бірліктің астына жазамыз. 6 бірлік қосылған 4 бірлік болады 10. 10-ның нөлін жазамыз да, 1-ін ойымызға сақтап қоямыз. 4 қосылған 1 болады 5, ойдағы 1-мен болады 6. Енді 60-тан 14-ті азайтып көреміз. Бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына жазамыз. 0 бірліктен 4 бірлік азайтылмайды. Сол себепті 6-ның 1 ондығын 0-ге береміз. Сонда болады 10. 10 санынан 4-ті азайтқанда 6 болады. 6-ның 1-ін беріп қойдық, 5 қалды. 5-тен 1-ді азайтамыз, болады 4. Демек жауабы 46. Келесі, баған түрінде жазып есепте. Осы бірінші және 4-ші есепті қазір баған түрінде шығарып көрсетемін. Қалған есептерді өзін шығарып, тырысып көр. Міне экранға назар аударайық. 36 қосылған 28 тең болады 64. Тексеріп көрейік, баған түрінде жазып есептейміз. 6 бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына жазамыз. 6 қосылған 8 болады 14. 4-ін жазамыз. 1 ондығын ойымызға сақтаймыз. Мына жерге жазып қоямыз. 3 қосылған 2 болады 5, ойдағы 1-мен 6. Жауабы 64. Енді азайту амалына баған түрінде есептеп көрейік. 95 азайтылған 18. Бірлікті бірліктің астына, ондықты ондықтың астына жазамыз. 95-тен 18-ді азайтамыз. 5 бірліктен 8 бірлік азайтылмайды. Сол себепті біз 9-тың 1 ондығын 5-ге береміз. Сонда болады 15. 15-тен 8-ді азайтқанда 7 қалады. Енді біз 9 ондықтың 1-ін беріп қойдық. Енді 8 қалды бізде.
8-ден 1-ді азайтқанда 7 болады. Сонда жауабы 77. Енді қалған 4 есепті баған түрінде Әли өзін шығарып көр. Өзін шығарып тырысып көр.